Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Сіздермен бірге ғажайып оқиғалар мен әдеби деректер анасы. Бүгін сіздермен қазақ жерінің оңтүстігінде болған ғибратты оқиғамен бөлісетін боламыз. Оқиға басталмас бұрын арнаға жазылып, лайк басып, қазақ тілді арнаны қолдай кет. Барымташының тәубесі. Бұл өзі көкпардың көне мекені оңтүстікте болған оқиға. Ол кезде көкпаршылар бір ауылдан бір ауылға келгенде, бүгінгідей қонақ үй жоқ, келген ауылына бытырай қонады екен. Сарыағашқа сау ете қалған көкпаршылар әр үйге ат байлайды. Омыраулап 30-ды еңсеріп қалған Аязбай бастаған азаматтар да бір үйге келіп түседі. Қонақтардың көкпаршылар екенін сұрамай білгенмен, үй іші жылы шырай таныта қоймайды. Әсіресе бүкшиіп төрде отырған ақсақал онша елемейді. Бір кезде барып кеудесін көтеріп жөн сұрайды. Аязбай: көкпаршыларымыз, Қазығұрттың Ақбастау деген ауылынан Арыстан деген кісінің балалары едік дейді. Міне қызық. Бағанадан қасқабағы кепкен құрмадай құрысып отырған қариямыздың көзінің оты жарқ ете қалды. О, солай деңіз. Онда қой сойылады екен. Қайсың бар ей? Келіңдер мұнда. Барып қой әкеліңдер дейді. Отырғандар аңтарылып қалады. Сонда қария: ұмыт болған, айтпайтын нәрсені айтқызатын болдыңдар. Тұра тұрыңдар. Малға бата жасаңдар, әңгіме содан кейін дейді. Қоян жонданып, дастархан жайылып, қонақтар шөл басқанда, қария әңгіме тізгінін ағытады. Несін жасырайын? Бір кездері мен тақымы кеппес ұры едім. Бала шағаны асыраған түрім ғой. Қораға сабатын қорқаулар секілді емес, алыс жортып, ауыз қандайтын қасқыр едім. Кейін тіпті бірлі жарым жылқыны місе тұтпай, үйірлеп айдайтын болдым. Сондай уақытта Қазығұрттың баурайында Арыстан деген бай бар еді. Енді естідертім соған ауып болмады. Бір барып келмей, ұйқым қанбайтынын білген соң ат жараттым. Күндіз бәрін көріп, мөлшерлеп алып, көз байлана берген апақ-сапақ уақытта көздеген үйірдің шетін ысыра айдай беріп едім, жалы тізесіне құлаған есікпен төрдей қара айғыр оқаранып шықты. Жасқайын деп жақындай берген едім, ығар емес. Тұқыраңдап келді де тура атылды. Астымдағы атымның шоқтығына ауыз сала бергенде жалт бұрылдым да қамшы бастым. Анау қалар емес. Тасырлатып қуып келеді. Атым қашаған қуатын ұшқырат еді. Оның үстіне жарау ғой. Дегенде әйтеуір ілдірмей кеттім. Қайдан білейін? Біраз қуған соң қалады ғой деп ойлағам. Құдай сақтасын, өмірімде ондай айғырды көрген жоқпын. Естіген де емеспін. Үйірлі жылқыдан үйірлі қасқырға жетім қолын бермейтін талай айғырды білетінмін. Адамды мұнша қуған бар ма? Бұта бүрген ойлы қырлы жер демей, орғытып, қарғытып, қашып келем. Анау тіпті қалар емес. Кейде тіпті құйрық түстер жақындап қалғандай болады. Саған өтірік, мағансын, қай жерде омақасар екенмін дегенде жаным мұрнымның ұшына келді. Омақассам анау таптап жұлып жеп қоятындай. Зәрем зәр түбіне жетті. Әлгі төбе оқиғам шымырлады деген сөз бар ғой. Сол рас шымырлай деген. Өне бойымды сұп-суық тер басып кетті. Ол кезде мөлшерлеуімше 6 қыр асқанда ғой деймін. Енді өлдім-ау деген кезде Алла есіме түсті. Уа Алла, осыдан құтқарсаң, енді қайтып ұрлық істемеймін. Қоямын деп айғайға басыппын. Жылап жіберіппін. О, Құдайдың құдіреті, айғыр сол жерден қайтты. Бір белге сопаң етіп жалғыз шыға келдім. Дедім. Сонда да ары барып аттан түсейін дедім. Астымдағы атымның өзі дір-дір етеді. Содан ауылға келіп, өзімнің адал малымнан бір сиырды сойып, көрші қолаңды шақырдым. Ас үстінде шақырған себебімді айттым. Сіздер менің тақымы кеппеген ұры екенімді білесіздер. Сол ұрлық бүгіннен бастап тоқтатылды. Енді ешқашан ұрлық істемеймін. Тәубеме келдім. Соны айтайын деп шақырдым, дедім. Міне, содан бері де 20 жылдан асып қалыпты.
Құдайдың құдіреті, ұрлығымды қалай қойдым, солай қорама мал тоқтады. Өзім біреуден артық, біреуден кем дәулетім бар. Арыстан деген бай, текті, асыл адам деп естуші едім. Мал иесіне тартады деген бар ғой. Хайуан мал, айғырының өзі сөйтіп біз пақырды тәубемізге келтіргені бар. Төрім сендердікі, көкпар біткенше үй осы жатыңдар деп аяқтады әңгімесін. Бұл Аязбай ақсақалдың аузынан жеткен әңгіме. Ол кезде отырғанымыз ашаршылық жылдарының алды. Әрине, адамды тәубесіне түсірген Аллах тағала. Жылқы себепші ғана.